Сәлем достар, бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын мінсіз құймақтардың рецептін ұсынатын боламын. Ол үшін арнама тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Өте жұмсақ мінсіз құймақтың рецептін қабыл алыңыздар. Алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне шекерімізді қосамыз. Венчиктің көмегімен қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Одан соң үстіне сұйық майымызды құямыз. Сүтімізді құямыз. Сүтіміз жылы немесе бөлме температурасында болғаны дұрыс. Тұзымызды салып, қаймақты қосып, жақсылап араластырамыз. Одан соң қайнап тұрған ыстық суға ас содасын салып араластырып алып, массамызға құямыз. Барлығын араластырамыз. Ұнымызды илеуіштің көмегімен илеуіштен өткізіп аламыз. Содан соң 2-3 бөлікке бөліп, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Ешқандай түйіршіктеу қалмауы қажет. Сол кезде құймақтарымыз әдемі бір келкі болып шығатын болады. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Енді алдын ала табамызды қыздырып, осылай екі беті қызарғанша құймақтарымызды пісіріп аламыз. Бұл рецептпен мен үнемі жасаймын. Отбасымды, келген қонақтарымды қуантып жүрмін десем де болады. Өте жұмсақ бір келкі болып шығады. Қанша штук шығатыны сіздің табаңыздың диаметріне байланысты. Менде 15 штуктай шықты. Арнама тіркеліп, қолдауды ұмытпаңыздар. Рецептім ұнаса, сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде ас болсын.